Ал жарлы мүлдем ұмытылмай демеу көреді. Кедейдің де үміті мүлдем өшіп қалмайды. Забыр жыры 9 тарау 19 аят. Кедейлік бұл қатал тағдыр. Дегенмен үмітін Тәңіріге артқан адам сеніммен байиды. Олар өздерін Құдайдың ұмытпағанын біледі. Тіпті осы жалған дүниенің игілігін өлген кезде де оларды айналып өткендей болғанмен, олар бөлудің теңесетін уақытын үмітпен күтеді. Елазар байдың босағасында иттің арасында үнемі жата берген жоқ. Уақыты келгенде ол да көкте өссігін алды. Бірақ Құдай бүгінгі күнде де өзінің кедей болса да сенімділік көрсеткен балаларын қорғауда. Мен кедеймін, әрі бақытсызбын. Бірақ Құдай бүгінгі күнде де өзінің кедей де болса сенімділік көрсеткен балаларын қорғауда. Мен кедеймін, әрі бақытсызбын. Бірақ сонда да Құдай менің қамымды ойлауда, дейді ежелгі замандағы қасиеттілердің бірі. Бұл расында да солай. Құдайдан қорыққан кедейдің үміті зор болды. Олар Құдайдың алдында адал жүруге қажеттінің бәрімен оның өзі қамтамасыз етеді деп үміттенді. Негізінде барлығы олардың игілігі үшін болғандықтан да олар үмітсіз емес. Олар өзінің иесімен арасындағы ерекше тығыз қарым-қатынасқа сенім артады. Кезінде Исаның өзінде де баспаналар жері болмаған. Олар еміс қайта келіп, өздерімен даңқты бөліседі деген үмітпен өмір сүрді. Мұндай үміт мәңгі тірі Иса Мәсіхтің атын жамылғандықтан да ешқашан өшпейді. Әділ кедейдің айтқан салтанатты мадақтау әні бай күнәһар түсінде де айталмайды. Сондықтан, егер біздің осындағы дастарханымыз жұпыны болса, онда өзімізді күтіп тұрған аспан патшалығындағы дастархан туралы ойланайық.